Сәлеметсіңдер. Бүгін сабақтың тақырыбы химиялық формула және оның түрлері. Химиялық формула дегеніміз заттың құрамын химиялық элемент таңбалары мен индекстер арқылы шартты түрде бейнелеуі. Қазір біз кейбір заттардың формулаларымен және сол заттардың қасиеттерімен танысып көрейік. Фуллерен С60. 60 көміртек атомдарынан тұратын тұйықталған сфералық құрылым. Осы фуллереннің пішіні көріп тұрсыңдар, футбол добына ұқсайды. Бұл зат су тазалауда және күшті антиоксидант ретінде қолданылады. Оның әсері 100.000 есе белгілі антиоксиданттардан жоғары. Мына дәлел сендерге балалар таныс, бұл анальгетик аспирин. Оның құрамында ацетил-салицил қышқылы бар, С9H8O4. Осы заттың әсерінен бас, тіс ауруы басылады, қан суытылады. Шайдың құрамында танин витаминдермен бірге алкалоид бар, аты кофеин. Оның формуласы С8H10N4O2. Кофеин ол адамды сергітетін зат. Ақыл-ойды тездетеді, бас ауруын емдейді. Мына сақина вольфрам карбидінен жасалған. Оның формуласы вольфрам С. Осы заттың қаттылығы алмаздың қаттылығынан кем емес. Газдалған тасай судың құрамында көмір қышқыл газы бар, СО2. Химиялық формула көмегімен біз заттың сапалық және сандық құрамын сипаттай аламыз. Мысалы, ацетил-салицил қышқылының формуласы С9H8O4. Сапалық жағынан 3 түрлі химиялық элементтерден тұрады екен. Ол көміртек атомдары, сутек атомдары және оттек атомдары. Сан жағынан көміртектің 9 атомы, сутектің 8 атомы және оттектің 4 атомы құрамына кіреді екен. Енді кофеиннің формуласын өздеріңіз сипаттап шығыңыздар. Дұрыс, сан жағынан көміртек 8 атом, сутек 10 атом, азот 4 атом және оттек 2 атом. Тамаша. Келесі, химиялық формулалардың түрлері. Эмпирикалық немесе қарапайым формула. Молекулалық емес құрылысы бар заттардың құрамындағы элементтер атомдарының абсолюттік санын емес, олардың арасындағы қатынасты көрсетеді. Бұны біз формула бірлігі деп атаймыз. Мында сендерде слайдта ас тұзының кристаллы көрсетілген. Кристалл тордың түйіндерінде иондар орналасады. Хлорид ионы, натрий катионы. Хлорид ионы, натрий катионы. Бұл кристалл тордың түрі иондық кристалл торларға жатады екен. Әр натрийдің катионы хлорид аниондардың 6 хлорид аниондарымен қоршалған. Керісінше, әр хлорид анионы электростатикалық күштің әсерінен 6 натрий катионымен байланысып тұр екен. Енді осы кристалдан, натрий хлоридінің кристалынан біз иондық молекуланы бөле алмаймыз. Себебі ас тұзының кристаллы катиондар мен аниондардың саны бір-біріне тең макромолекула ретінде қарастырылады. Бұл кристалдың формуласын біз натрий N, хлор N деп белгілейміз. N ол иондардың саны. Осыдан формула бірлігі натрий хлор. Ал кейбір жағдайда молекула құрылысы бар заттардың формуласын анықтаған кезде эмпирикалық формула көмегімен шын молекулалық формула табуға болады. Мысалы, есепте мынандай формула шықты. CH көміртек пен сутектің атомдарының саны 1:1. Егер есепте қосымша мәліметтер болса, мысалы салыстырмалы молекулалық масса немесе массалық үлестер белгілі болса, онда біз шын молекулалық формула шығара аламыз. Мысалы, бензолдың молекулалық формуласы С6H6. Көміртек пен сутектің арасындағы атомдар қатынасы 1:1. Келесі химиялық формула түрі ол молекулалық формула. Молекул құрылысы бар заттардың құрамындағы элемент атомдарының дәл сандарын көрсетеді. Аммиак
NH3, бензол С6H6, адреналин бұл гормон, бүйрек үсті бездерінен бөлінетін көңіл күй гормоны С9H13, NH3, витамин D3, С27H44O. Бұл иммунитет қалыптастыруда қатысатын зат. Келесі молекуланың түрі ол графикалық немесе құрымдық формула. Органикалық химияда өте жиі пайдаланады. Химиялық қосылыс молекуласында формула бірлігінде радикалдарда атомдар валенттіктеріне сәйкес өзара белгілі бір тәртіппен байланысады. Аммиак. Аммиактың міне құрылыс формуласы. Азот бізде 3 валентті, сутек бізде 1 валентті. Азот 4 валенттікті де көрсете алады, себебі мына жерде бөлінбеген электрон жұбы бар. Бензол С6H6 6 көміртек атомдарынан тұрады және 6 сутек атомдарынан тұрады. Көміртек мында өзінің 4 валенттік электрондарын пайдаланып, көрші көміртек атомдарымен және сутекпен байланысады. Әр көміртектің атомдары 4-ші валенттік электрондарды пи жүйе ортақ электрон жұбы түзу үшін пайдаланады. Пи жүйе немесе сақина пайда болады. Келесі адреналин. Адреналин 4 түрлі химиялық элемент атомдарынан тұрады. Көміртек, оттек, сутек және азот. Бұл қосылыста көріп тұрсыңдар. Көміртек 4 валентлігін көрсетіп тұр. Оттек 2 валентлігін көрсетіп тұр. Сутек барлық жерде 1 валентті, азот 3 валентлігін көрсетіп тұр екен. Келесі бізде стереохимиялық формула заттың құраушы бөлшектерінің кеңістікте орналасуын көрсетеді екен. Мына сызықтар әртүрлі көріп тұрсыңдар, себебі олардың кеңістікте орналасуы әртүрлі. Бірақ бұл байланыстар валенттік электрондардың бұлттары қалыптасқан кезде пайда болатын электр тығыздығы жоғары кеңістікте. Біз оны сызықтармен көрсетеміз ол байланыстарды, де. Ал енді мына байланыс сурет жазықтығында орналасқан. Келесі қалың сызық бақылаушыға бағытталған немесе сурет жазықтығының алдыңғы жағында бағытталған. Келесі сызық штрихталған сызық. Штрихталған сызық бақылаушыдан талған. Бұл байланыс сурет жазықтығының артқы жағына бағытталған. Сонымен аммиак молекуласының кеңістіктегі пішіні тригональды пирамида. Бүгін біздер химиялық формула және химиялық формулардың түрлерімен таныстық.